Жайлауда жүрген жігіт ағып қой, дос келді деп жасап жатыр ағып той, алғашқы рет көріп тұрсың сен оны. Бүгінгі наурызнаманың аясында өткен шапағатты шаңырақ шежіресі атты үлкен бір кездесу өтті. Бұның мағынасы біздің шығыстан шыққан тұлғаларды дәріптеу ғой, жастарға дәріптеу. Енді ол екі алыбымыз, біреуі социалистік еңбек ері Бошай Кітапбайұлы Кітапбаев, екіншісі халық қаһарманы, жаңағы аты аңызға айналған металлург Күленов Ақат Сәлімханұлына арналған екеуі туған құда. Сондықтан олардың ұрпақтары менен мынау елді кездестіру, жалпы олардың өмірлерімен таныстыру, олардың өмірлерін мынау қазіргі жастарға, болмаса жаңағыдай бүгінгі тірілерге үлгі етіп көрсету. Ең бастысы маңызы сол бүгін кездесудің. Сондықтан да мен ойлаймын, бүгін көп не айтылды, көп естеліктер айтылды. Содан соң осы біз осындай алыптарымызды шығыстан шыққан, ол тек қана шығыс өңірінде емес, бүкіл Қазақстан Республикасында еңбек сіңген алыптардың еш уақытта ұмытылмауын. Олар туралы кездесулердің жиі өткізілуі. Ол жаңағы мына сияқты жаңағыдай кішкентай залдарда емес, үлкен залдарда жастардың легін қоса отырып жаңағыдай өткізіп жататын болсақ, үлкен үлгі болар еді. Сондықтан мен ойлаймын, бүгінгі өткен кездесу бұл үлкен бір тәрбиелік мәні бар, жақсы кездесу болды деп ойлаймын.